Сәлем достар. Бүгін мен сіздермен бірге сырник жасаймын. Сырникқа керекті заттар: творог, менікі домашний творог, жарты килограмм, магазиннің творогы де болады. 1,5 ас қасық қант, 1,5 ас қасық ұн, 1 жұмыртқа керек. Ең бірінші творогымызды қасықпен әбден ұсақтап езіп аламыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай жақсылап творогты еземіз. Ешқандай қатты творог болмау керек. Бәрі біркелкі, мынандай жұмсақ болу керек. Міне ірімшігімізді, қантымызды қосып, ұнымызды қосып, жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырып алдық. Енді домалақтап жасаймыз. Домалақтап жасау үшін мен қазір кішкене формамды алып келем. Міне мынандай ожауға осы форманы саламын. Саламында осылай алып, міне менің жарты килограмм творогымнан осындай 12 штук сырнике шықты. Біздің үйдің отбасының таңғасына осы 12 штук сырнике жетеді. Ал енді сіздер бұдан да формасын кішірек қылып істеулеріңізге болады. Енді газға пісіреміз. Ал енді газға сковородкамызды қойып, газымыздың астын жағып, сковородкамыздың ішін кішкене маймен майлаймыз. Жұқалап қана майлаймыз. Сковородкамыз қызыған соң газдың астын ақырын отқа қоямыз. Енді ақырын сырниктарымызды аламыз. Міне бәрін енді аударып шықтық. Енді 3-4 минутқа қақпағын жауып, асты қызарғанша газда ұстаймыз. Сонымен сырнигіміз піседі. Енді сырнигіміз 4-5 минуттай тұрды. Енді астын көреміз. Асты да пісті, үсті де пісті. Сырнигіміз дайын. Міне достар, сырнигіміз дайын болды. Осы сырникті таңғы асқа, туысқандарыңызға, балаларыңызға, жолдастарыңызға, ата-аналарыңызға дайындап беріңіздер. Егер менің сырнигім ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, астына комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Өте дәмді.